Балам, мен сен әзілдеп тұр деп ойладым. Қандай әзіл? Ұлы бөлме ішінде жүйкесін ұстай алмай ары-бері жүрді. Сен Әйгерімнің ата-анасы қандай екенін ұмыттың ба? Ол үлкен той болады. Сен өзіңді олардың жанында кедей туыс сияқты сезінесің. Мен сен үшін уайымдап бастаймын. Мама, сен менің өмірімдегі сондай маңызды күнді бұзғың келе ме? Ұлы Маржанның қасына диванға отырып, қолын ұстап, жеңіл қысып қойды. Анашым, көз алдыңа елестетіп көрші. Ана сәнденіп алған ханымдардың қасында сен қандай жұпыны көрінесің? Ондай қорлықты көріп менің жүрегім жарылады ғой. Біз Әйгерім екеуміз саған келесі күні келеміз, жарай ма? Шай ішеміз немесе ішімдік, сен бізді құттықтайсың, сыйлығыңды бересің. Маржанның жүрегі өкпеден шымырлап кетті. Туған баласы одан соншалықты ұялғаннан тіпті өз тойында жетім сияқты көрінуге де дайын. Неге мен жұпыны көрінуім керек? Деп қарсы шықты анасы. Мен жақсы мастерге жазылдым, шашымды жасатамын, маникюр жасаймын, әдемі көйлек киемін. Қандай, ана көгілдір ескі шүберек пе? Деп айғайлап жіберді. Баласы тағы да бөлме ішінде абжырып жүре бастады. Жарайды, онда былай. Ол анасына қарама-қарсы тұра қалды. Егер сен жақсылап айтқанымды түсінбесең, онда саған тура айтамын. Мен сені тойда көргім келмейді. Иә, мен жаманмын шығар, бірақ мен өз анамның еден жуушы екенінен ұяламын. Мен Әйгерімнің туыстарының алдында сенің бұндай бір түрлі адам сияқты түріңмен мені масқаралағаныңды қаламаймын. Түсінікті ме? Маржан ұлының мұндай сөзінен есеңгіреп, бір ауыз сөз айта алмады. Ұлы үнсіз рюкзагын, костюм салынған портфелін алып есікке беттеді. Тоқтап тұрып, тағы қайталап айтамын, тойға келме. Ол жақта сені ешкім қуана қарсы алмайды. Ильяс бірнеше сағат бұрын кетіп қалған. Терезе сыртында қараңғылық түсіп жатқан. Ал Маржан әлі диванда меңзең күйі отыр. Шоктан тіпті жылай да алмады. Көз жасы кейінірек келді. Әйел шам жаққан кезде комоттан ескі отбасылық альбомды алып ашып қарағанда. Осы альбомға оның бүкіл қарапайым ғұмыры сыйыпты. Естеліктер Маржанды жаншығандай қатты басып кетті. Дем алу қиын еді. Ескі жыртылған сурет, көгілдір көзді 2 жастағы қыз бала объективке бір түрлі байсалды қарап тұр. Үстіндегі ала-құла көйлегі біреуден қалғаны анық. Қасында арық, түрі қызық әйел. Шатасқан көзқарас, мағынасыз күлкі. Тіпті нашар түсірілген суреттің өзінде әйелдің мас екені көрініп тұр. Маржан 2,5 жаста болғанда анасын ата-аналық құқықтан айырып, ол қыздың өмірінен мәңгіге жоғалып кетті. Есейген соң Маржан өзіне дұрыс жол көрсетпеген анасын іздеуге тырыспады да. Не үшін? Топтық фото. 10 жастағы Маржан 2-ші қатарда. Сол жағынан 3-ші болып тұр. Алтын түсті тентек бұйра шаштары ұйпақталынып. Балалар үйіндегі өмір тәтті болған жоқ. Маржан тәрбиеленген мекеме 90-шы жылдары түсірілген құжаттық фильмдердегі қолайсыз, қараусыз қалған үйлердің айна қатесіз көшірмесі еді. Аспаздар азық-түлікті ұрлайтын, тәрбиешілер боқтап айғайлайтын, директор болса бұларға көз жұма қарайтын. Үлкендердің тәртіпті қандай жолмен ұстайтыны оны мүлде қызықтырмайтын. Үшеуі де официант формасында.
Сүйкімді үш қыз сәл қисайған маңдайшасы бар мекеменің кіреберісіндегі фотографқа еркелей түсіп тұр. Мектеп бітіргеннен кейін Маржан мамандық таңдаумен көп бас қатырмады. Ол жол бойындағы деген атына сай кафеге официант болып тез жұмысқа тұрды. Қожайынның жалақысы аз еді. Бірақ официанттың негізгі табысы шайпұл, ал сүйкімді де шапшаң Маржанға клиенттер молынан беретін. 12 сағаттық ауысымдар өте қатты шаршататын, бірақ қыз мойымады. Өзіндік өмір Маржанға ұнады. Коммуналкадан оған кең жарық бөлме берілді. Көршілері қарт жұбайлар өте мейірімді болып шықты. Ақша да аз болса да қолында болды. Оның үстіне Маржан өз бойынан күтпеген қабілетті ашты. Түкке тұрмайтын ақшаға өте жарасымды киіне алу. Қыз киімді екінші қолдан алып, қайта пішіп өзгертіп, ескіні сәнді киімге айналдыратын. Ормандағы жазғы алқап, үлкен гүлдер мен жапырақтардан өрілген гүлдер, шаттана көліп отырған бақытты Маржан жасыл сөптің үстінде. Оның иығынан құшақтап тұрған, дәл сондай гүлден өрілген, орамақ киген сүйкімді қара шашты жігіт. Қанша жыл өтсе де, Маржанның жүрегі бұл суретті көрген сайын әлі де дір ете қалады. Маржан жол бойында кафесінде жұмыс істеп жүргеніне 1 жылдай болғанда Мақсатпен танысты. Ол жаздың жайма шуақ таңында кафеде адам ерекше көп еді. Маржан подносымен залда жүгіріп, шыдамас клиенттерге қызмет көрсетіп жүрді. Кенет қызды бір жерде сүрініп, терезе жанында отырған жігітке қызанақ шырыны құйылған стаканды төгіп алды. Ақшыл жейдеде қып-қызыл дақ жайылып бара жатты. Маржан қорыққаннан сөйлей алмай қалды. Бірден көрінді. Жейде өте қымбат. Қыз есін жиып үлгермей жатып, үстел қасында кафенің қожайыны жетіп келді. Басшы жігіттің айналасында жүгіріп, байғұс официантқа айғайлай бастады. Жұмыстан шығарам деп қорқытты. Неге сонша айғайлайсың? Деп жымиып қойды жігіт. Маржанға көліктің кілтін ұсына отырып. Уайымдамаңыз, мен ата-анама бара жатырмын. Көлігімде таза футболка бар. Артқы орындықтан рюкзагымды әкеліп бере аласыз ба? Мен өзім әкелемін, деді басшы Маржанның қолынан кілтті жұлып алып. Бұл тауық машинада да бірдеңені бүлдіріп қояр. Клиентпен жалғыз қалған Маржан ақыры кешірім сұрай алды. Кешіріңізші, өтінемін. Менде мұндай бірінші рет болып тұр. Шынымен, егер қандай да бір шығын болса, бәрін төлеймін. Жарайды, тынышталыңыз. Қандай шығын, деді жігіт. Ештеңе етпейді, қыз. Айтпақшы, атың кім? Маржан. Ал мен Мақсат, деді ол қолын созып. Бейтаныстың қолын сәл қысылып қысқан Маржан алғаш рет оның жүзіне қарауға батылы барды. Көрікті жігіт, ұзын бойлы, спортшы денелі, сұрғылт сәл мысқылдаған көздері бар, жеңіл тартымды күлкі. Басшы рюкзакты алып келіп, жігітті өз-өзін реттейтін жерге бастап баруды ұсынды. Маржанның жанынан өтіп бара жатып, бастық мысқылдай сөйледі. Неге тұрсың? Сенің сменаң бітті. Маржан ғашық жұптан ақшасын алып жатқанда артынан көңілді дауыс естілді. Маржан, маған 1 минут уақытыңызды бөле аласыз ба? Қыз бұрылды. Жаңа көк футболка киген Мақсат сол баяғы үстелде отыр екен. Тапсырыс қабылдаңыз, деді ол. Әрине. Тартымды жігітке қызмет көрсетіп жүріп, Маржан өзін өте қысылғандай сезінді. Беті дуылдап жанып тұрды. Басшы жігітті есікке дейін өзі шығарып салып, Маржанға көз қысты. Ренжіме,
Мен әдейі сайған айғайладым. Болмаса жейдесінің ақшасын төлеткізер еді. Ол сенің жалақыңнан да қымбат. Сіз ол жігітті қайдан білесіз? Бұл Мақсат сатып алды ғой. Біздің әкімнің баласы. Оны бұл қалада барлығы таниды. Кешке қарай Маржан бірнеше сағаттық дамылсыз қарбалыстан соншалықты шаршап, таңертеңгі оқиғаны ойлауға да шамасы келмеді. Оның бір ғана қалауы үйге тез жетіп, төсекке құлап түсу. Сыртта қараңғылық түсіп үлгерген, автобусты қанша күту керек болатыны белгісіз. Кенет кафенің алдына ашық түсті иномарка тоқтады. Маржан еріксіз кіре беріс жаққа шегініп қалды. Бірақ қарап қалғанда көлікті таныды. Әкімнің баласы мұнда неге келді екен? Мақсат көліктен секіріп түсіп, алдыңғы орындықта үлкен гүл шоғын алып, тура Маржанға беттеді. Таңырқаған қызға жақындап келіп, гүлдерді оның қолына ұстатты. Жұмысыңды бітірдің бе? Кешір, қандай гүлдерді ұнататыныңды білмедім. Сондықтан қарапайым ақ раушандарды алдым. Уәде беремін, кейін тек сенің сүйікті гүлдеріңді алып беремін. Маржан әбден аптырап қалды. Неге? Деді ол. Қалай неге? Мен сенімен танысып, өзімше көңіл білдіріп жүрмін ғой. Айтпақшы, кеш керемет өтті. Мүмкін бір жерге барып қайтармыз. Маржан енді ұйқысы келгенін ұмытып та кетті. Бәрі сиқырлы түстей көрінді. Қыз кенет түсінді. Бұл жігітпен қайда болса да баруға дайын еді. Бірақ дәл уақытында өз түрін есіне түсірді. Ескі джинсы, қарапайым футболка, басындағы шашы бейберекет. Рахмет, бірақ қатты шаршадым. Бүгін бара алмаймын, деді Маржан өкінішпен. Онда ертең. Мақсат шегінбеді. Онда ертең, деп жаңғырықтай жауап берді қыз. Келесі күні олар кездесіп, содан кейін ажырамайтын болып кетті. Бұл алғашқы сәттен басталған махаббат еді. Экономика факультетінің студенті Мақсат жазғы сессиясын сәтті тапсырып, екеуі күн сайын көрсетін болды. Шілдеде жігіт Маржанды демалысқа апарды. Қыздың шетелдік паспорты болмағандықтан, олар жақын жердегі қалаға керемет 10 күн өткізуге демалысқа кетті. Мақсат сүйіктісін университеттегі достарымен таныстырды. Қызу қанды көңілді олар жиі суға түсуге, табиғатқа барып, шашлық жасауға шығып жүрді. Бұл Маржанның өміріндегі ең жарқын, ең уайымсыз, ең ұмытылмас жаз еді. Ол мұндай шексіз бақытты өмірде бұдан кейін ешқашан сезбеді. Ғашықтар тіпті үйлену туралы да әңгіме қозғай бастаған еді. Бірақ күзде болашаққа құйып қойған барлық жарқын жоспар бір сәтте күйреді. Бірде Мақсаттың немере әпкесі көшеде ағасын қарапайым киінген бейтаныс қызбен бірге көріп қалды. Сол сәттен бастап Маржанның өмірі тозаққа айналды. Сатыбалдиевтар әулеті жалғыз ұлдың жетім қарадан шыққан қайыршы қызбен жүруіне үзілді-кесілді қарсы болды. Мақсаттың анасы, әпкесі, әжесі Маржанға күн сайын хабарласты. Олар қызды балағаттап, қорқытып, үркітіп, біздің баламызды тыныш қалдыр деп талап етті. Мақсаттың немере әпкесі кафеге келіп айқай шығарып, Маржанның бетіне биік стакандағы суды шашып жіберді. Үйдің ауласындағы өсекші әжелер де бір сағат бойы Маржан туралы сұрап жүрген адамдар болды деп айтты. Иә, мұнда жақында бір әйел болған, деді көршісі. Ол бізге ақша сұнып, Маржанды нашақор, жеңіл жүрісті, маскүнем деп растауымызды сұрады. Мен ол
әйелдерді қуып жібердім. Маржан бұл туралы жігітіне ештеңе айтпады. Өйткені дәл сол кезде Мақсаттың шетелге студенттік алмасуы бойынша бару мәселесі шешіліп жатқан. Бәлкім жігітке де қысым жасалған болар. Өйткені көзінде мазасыздық пайда болды. Кейде ол Маржанның жүзіне алаңдап ұзақ қарайтын. Бірақ қыздың мейірімді күлкісі көргенде жеңіл тыныстап қалатын. Мақсат кетерден 2 апта бұрын Маржанның үйіне телефон шалынды. Бұл Тілеужан сатып алды. Мен Мақсаттың әкесімін. Сен менің ұлыммен ол кеткенше ажырасып үлгеруің керек. Оған басқа жігітің бар деп айт. Егер айтқанымды елемесең, кейін қатты өкінесің. Жауап күтпестен телефонды қоя салды. Маржан Мақсат үшін өмірін беруге даяр еді. Ол соншалықты сүйген адамына қалай бас тарта алады? Сүйіктісі Лондонға ұшып кеткеннен кейін қыздың айналасындағы оқиғалар жойқын жылдамдықпен өрби бастады. Маржан әлі күнге дейін оны жаман түсте еске алады. Қаланың әкімі тарапынан сатып алынған басшы кенеттен Маржанды ірі жетіспеушілік жасады деп айыптады. Содан кейін қызды қамауға алды. Бастықтың осындай арам қылығынан шошынған Маржан сот ісі тез таралған кезде өзіне дұрыс қорғау ұйымдастыруға да шамасы келмеді. Ол күмәнсіз сенді. Шындық жақында ашылады, ал қорқынышты айыптаулар алынады. Бірақ сот олай болмады. Мемлекет берген адвокат бүкіл процесс кезінде ұйықтап кетпегеніне таңғаласың. Ал прокурор бар күшін салып жұмыс істеді. Маржан күн сайын Мақсат келеді, бәрін түсіндіреді, құтқарады деп күтті. Бірақ құрбысы қауесет айтып келді. Мақсат Англияда оқуын жалғастырмақ екен. Маржанға 3 жыл берілді. Түрмеде жүріп, ол жүкті екенін білді. Әйел өзіне әйелдер колониясында өткізген уақытты еске түсіруге тыйым салды. Ол тым ауыр еді. Үмітсіздікке толы Маржан отбасылық альбомының келесі бетін ашып жіберді. Қара шашты, сұр көзді кішкентай бөпе. Маржан суретті аялап сипап қойды. Ұлы қандай мерімді, қандай алғыр бала еді. Оны жалғыз өсірудің қаншалықты қиын болғанын Құдай ғана біледі. Маржан 1,5 жыл отырып, шартты түрде мерзімінен бұрын босап шықты. Ең басты бақыты баласын алып қоймағаны. Бостандыққа шыққанда оның басына бірден таудай проблемалар үйілді. Кішкентай баласы бар, сотталған жас қызды ешкім жұмысқа алғысы келмеді. Жақсы болғанда көршісі өз студенті арқылы Ілиясжанды балабақшаға орналастыруға көмектесті. Енді Маржан тынымсыз еңбек ете алды. Ол мейрамханада еден жуушы болып жұмыс істеді. Кешке қаладағы кеңселерді тазалық жасады. Демалыс күндері көлік жуу бекетінде қосымша жұмыс істейтін. Түндері Маржан жастық тыстары мен көрпе тыстарын тігіп шығатын. Ол өткенге көз салмайтын. Қайтадан жара салудың не керегі бар? Әйел жазасын өтеп жүргенде оның бүкіл ескі байланыстары үзіліп қалды. Бір күні ол бұрынғы құрбысын кездейсоқ жолығып қалды. Әлгі құрбы жол бойында кафенің иесі банкрот болып қалғанын айтты. Әкім ол басшыны қызметі өсіп, отбасымен бірге басқа қалаға көшіпті. Ал оның ұлы 1 жыл бұрын астаналық сұлуға үйленген екен. Маржан түні бойы жылап шықты. Сосын көз жасын сүртіп, ресторанның еденін жууға кетті. Ұлын аяқтан тұрғызу керек еді. Бұдан былай ол Маржанның жалғыз қамқорлығы мен қуанышы. Терезе сыртында таң ата бастады.
Шынымен, Маржан түннің бәрін альбомға үңіліп өткізгені ме? Ол ұйқыға жатуға тырысты, бірақ ұлы жайлы ойлар ұйықтатпады. Ол әрдайым баласын қымбат ойыншықтармен, дәмді асымен, сәнді киіммен қуантуға тырысатын. Ұлының барлық тілегін орындау үшін барын салатын. Әрине, шамасы жеткенше. Егер Ильясқа жаңа гаджет керек болса, ол еш қиналмай анасынан сұрайтын. Себебі анасы міндетті түрде ақша тауып беретінін білетін. Ең болмаса тағы бір мекеменің еденін жууға келіссе де. Әрине, Ильястың осындай сезімсіз, өзімшіл болып өсуінде Маржанның да кінәсі бар. Ол ешқашан шаршағанын айтпайтын, ешқашан ештеңені айтпай, ас кезінде ең тәтті бөліктерді үнемі ұлына беретін. Сондықтан жігіттің анасына ақша табудың қандай қиынға түсетінін бір ретте ойламағаны таң қаларлық емес. Ал енді туған ұлы Маржаннан ұялады. Әрі еден жуушы дегенді бетіне басып, оның той рәсіміне қатысқанын қаламады. Дегенге жеттік. Маржан ауыр күрсінді де қабырғаға ілулі тұрған Ильястың портретіне қарады. Балам, 25 жыл бойы сенің әр қалауыңды орындадым. Бірақ бұл жолы өз қалауыммен амал жасаймын. Ренжи көрме, деді. Әйел төсектен тұрып, тумбочканың ішінен жинаған ақшаларын сақтайтын көне сандықшасын шығарды. Оның үстіне карточкада айлық жалақысы да жатыр. Көйлекке шаш қоюға және косметологқа жетеді. Маржанның Ахажға келуге шын мәнінде өзгеше болды. Ол әрдайым жас көрінетін, ал сұлулық салонынан кейін тіпті 10 жылға жасарып кеткендей болды. Қонақтар салтанатты көк көйлектегі сымбатты, ашық шашты әйелге жасырын көз тастап қоятын. Рәсім кезінде анасы көз жасын сүртіп, сәл абдырап тұрған. Бірақ сондай сымбатты ұлына және оның көркем қалыңдығына сүйсіне қарады. Осы жерге келгені қандай жақсы болды. Барлық қонақтар жас жұбайларды құттықтап болғаннан кейін, Ильяс көпшіліктің арасынан анасына жасырын келіп тістеніп сөйледі. Демек, менің өтінішім сен үшін ештеңе емес пе? Ресторанға бармайсың деп үміттенемін. Бармаймын, деді Маржан басын изеп. Мен көргім келгеннің бәрін әлде қашан көрдім. Сәлеметсіз бе? Деп қуаныштан бетінен күліп қараған Әйгерім жетіп келді. Маржан ханым, сіз керемет көрініп тұрсыз. Ата-анам сізді бізбен бірге ресторанға баруға шақырып жатыр. Рахмет. Бірақ менің қайтатын уақытым болды. Қайтатын? Деп таң қалды Әйгерім. Ильяс не болып жатыр? Расында анашым, қайда асығасың? Өзіңнің жалғыз ұлыңның тойы ғой. Деп Ильяс жасанды жымиып анасын ресторанға шақырды. Жас жұбайлар ата-аналары құттықтайтын кез келгенде Маржан микрофон алды. Балалар, бақытты болыңдар. Бақытты болып, бір-бірлеріңді өмір бойы сүйіңдер. Маржанның қысқа ғана тілегінде соншалықты шынайы сезім бар еді. Жиналғандар оған дүркірей қол соқты. Кішкентай сахнадан түсіп келе жатқанда, ол қымбат костюм киген еңселі ер адаммен соқтығысып қала жаздады. Оның жүзі Маржанға таныс көрінді. Бұл мүмкін емес, мүмкін емес, деп жолын бөгей берген ер адам дауыстап жіберді. Маржан, шынымен сенбісің? Сен бұл жерде не істеп жүрсің, Мақсат? Деді Маржан көзіне сенбей. Қалыңдықтың әкесі менің іскер серіктесім, өздері тойға шақырды. Қаншалықты сүйкімді ұлың бар, деді ол. Мақсат қобалжып Маржанның қолын ұстады. Мүмкін терезе жанында сөйлесеміз. Сен жалғызсың ба? Әйелің жоқ па?
Мен 10 жылдан бері ажырасып кеткенмін. Балам жоқ. Олар 1 сағат бойы әңгімелесті. Мақсат әкесінің шетелге ұшып барған кезінде Маржан басқа жігітпен кездесіп, басқа қалаға кеткенін айтқанын баяндады. Шошып қалған Мақсат әкесіне сенбеді. Сүйіктісін қорлайтын күдікпен ренжітуден қорқып, ол шындықты ең жақсы досынан білуді жөн көрді. Досы жол бойындағы кафеге барып, бірақ қызды таппаған. Иесі мен официанттар әкесінен алынған ақпаратты бір ауыздан растаған. Сол кезде мен құлазып кеттім, деді Мақсат. Қалада тағы 6 ай қалдым. Сол жерден үйіме оралдым. Әкем қызметке көтерілді. Содан кейін үйлендім. Сол жылдары мен бақытты болдым ба? Деп ойлады Мақсат. Бірде сәт емес. Тек жас кезімде ғана. Сенімен бірге. Ал сен осы уақыт бойы қалай өмір сүрдің? Қайғылыны айтпайық, деп ұсыныс жасады Маржан. Той ғой, барлығын кейін айтып беремін. Қазір мені биге шақыратын шығарсың. Қонақтар жас жұбайдың вальс билеп жүргенін қарап, көздерін ала алмады. Ильяс анасына қарап, оны танымай қалды. Ол кенет ойлады. Анам қандай тартымды әйел екен. Жас кезінде жеке өмірін ұлым үшін құрбан еткен. Өз ұлы үшін. Ильяс өмірінде алғаш рет нағыз ұялып қалды. Сол кезде ол анасының бір бай адаммен бірге шығып бара жатқанын байқап, Ильяс оны кіреберісте қуып жетті. Анашым, қайда бара жатсың? Кетіп барамын. Сен осыны қаладың ғой, деп анасы есіне салды. Анашым, кешірші, бірақ бұл кісімен қайда бара жатсың? Осы ер адаммен әлемнің шетіне де баруға дайынмын, деп шын жүректен мойындады Маржан. Айтпақшы, танысып қой, бұл сенің әкең. Мақсат пен Ильяс Маржанға таңырқап қарады. Бір сәт үнсіздіктен кейін Маржан басын қағып күлімсіреді. Ойлаймын, біз үшеуміздің алда өте ұзақ және қиын әңгімеміз болады. Әңгіме ұнаған болса, арнама тіркеліп үліп басып кетеміз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.